Мүгедектігі бар жандардың 26-шы шығармашылық фестиваль аясында Атамекен ордасының фойесінде сәндік қолданбалы өнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылды. Көздің жауын алар қолөнер бұйымдары көптің көз айымына айналды. Гүлсара Шапекова Тасқала ауданында тұрады. Мектеп психологы болып жемісті еңбек еткен маман мүгедектігіне байланысты қызметтен қол үзді. Осы аралықта оның екінші тынысы ашылды. Сүйіктісіне ден қойып, төңіректі тамсандырды. Алғашында ағайын туыс атсалысты, кейін мемлекеттің қолдауына ие болып, кәсібін өрге бастырды. Фетрдан және матадан бұйымдарды жасаймын. Сол бұйымдар өте тапсырысқа ие. Былтыр мемлекеттік грантқа ие болдым. Қайтарымсыз грантты алып, сол өзіме қажет құралдарды сатып алып, сол грант маған үлкен мүмкіншілік берді осы сүйікті ісімен айналысуға. Кәдесыйлар көпшіліктің сұранысына ие. Сондықтан мүгедектігі бар тұлғалар өнімдерін қайда өткізем деп қиналмайды. Көздің жауын алатын туындылардың тұтынушылары көп. Фестиваль аясында ұйымдастырылған көрмеге мемлекет тарапынан грант алып, кәсіп көкжиегін кеңейткен қолөнер шеберлері шақырылды. Олар ісін енді бастаған жандарға үлгі дейді ұйымдастырушылар. Кто выиграл грант, кто давно занимается уже профессионально. Грант ұтып сүйіктісімен көптен айналысатындар қазіргі таңда кәсіби деңгейге жетті. Бұрын басым бөлігі тоқыма жұмыстары, қолөнер бұйымдар болса, қазір бірқатары тігін машиналары мен арнайы станоктар сатып алған. Олар үшін бұл кәсіптен бұрын сүйікті ісі, дегенмен екеуін ұштастырып өзіне де өзгеге де пайда келіп отыр. Көрмеге 15 қатысушының туындылары қойылды. Мүгедектігі бар тұлғаларды мемлекеттік қолдау шаралары жалғаса береді деген ұйымдастырушылар дәстүрлі фестивальдің ауқымын кеңейтуге ниетті. Ернұр Кінәмі, Алтынбек Тынышқалиев, Алихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.